Қайырлы күн достар. Бүгін көкөніс қосылған тай етін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Себебі бұл видеода мен өз лайфхактарыммен бөлісетін боламын. Алдымен етімізді ені 1 см, ұзындығы шамамен 5 см болатындай етіп, ұзынша етіп кесіп аламыз. Дайын етімізге 3 дана сарымсақты ұсақтап турап қосып, оның үстіне 3 ас қасық соя соусын дәміне қарай бұрыш қосып, етімізді жарты сағатқа немесе 1 сағатқа маринадтауға қоямыз. Етіміз маринадталып жатқан кезде көкөністерімізді дайындаймыз. Барлық көкөністерді ұзынша етіп тураймыз. Мен пияз, сәбіз және де мұздатылған тәтті бұрышты қолдандым. Тай етіне гарнир үшін күріш өте қолайлы болып келеді. Алдымен күрішті дайындамас үшін ыстық суға 15 минутқа қойып қоямыз. Күрішті суға бұқтырған кезде алдымен крахмал, одан соң күріштегі фитин қышқылы жойылады. Ал фитин қышқылы күріштің пайдалы дәрумендерін организмге сіңуге бөгет жасайды. Уақытымыз өткен соң күрішті салқын суға, суы мөлдір таза болғанша жуып шаямыз. Содан соң 2 ас қасық қызып тұрған сұйық майға күрішімізді салып, 2 минуттай күріш майды сіңіргенше қуырып аламыз. Содан соң күрішіміз бататындай етіп, үстіне ыстық су құйып, шамамен күріштің бетін 1 см-де етіп, су жабуы тиіс. Дәміне қарай 1 шай қасық ас тұзын қосамыз. Ал түсін өзгерту үшін 1 шай қасық куркума қоссаңыз, күрішіміз сары түстес болып шығады. Күрішімізге су құйып болған соң 4 минут оттың жоғарғы температурасында күрішімізді қайнатып аламыз. Содан соң ең төменгі температураға қойып, дайын болғанша күрішімізді пісіреміз. Егер сіздің пешіңіз бірден төменгі температураға түсетін болса, онда 7 минут қайнатқаныңыз абзал болады. Бар жоғы 10-15 минутта күрішіміз дайын болады. Енді ыстық табаға 3 ас қасық сұйық май құйып, оттың жоғарғы жылдамдығында етімізді 5 минут қуырып аламыз. Содан соң оттың орташа температурасына қойып, тағы да 3 минут қуырамыз. Етті табамыздан алып тастап, сол табада барлық көкөністерді бөлек-бөлек қуырып аламыз. Көкөністерді оттың жоғарғы температурасына қойып, 1-2 минут дайын болғанша қуырамыз. Енді табамызға барлық ингредиенттерді қосып,
үстіне шым имбирь ұнтағын салып 2 минут бұқтырамыз. Мінекей көкөніс қосылған тай етіміз дайын болды. Бар жоғы жарты сағаттың ішінде өте дәмді әрі ерекше тағамды жақындарыңызға жасап таңғалдыңыз. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.